Бұл бейне нұсқаулықта шаңсорғышты ылғалды тазалауға қалай дұрыс дайындау керек екенін көрсетеміз. Ылғал тазалау кілемдерге, жұмсақ жиһазға және кез келген қатты беттерге қолданылады. Ең алдымен төменгі резервуарға шампунь құямыз, шамамен бір қақпақша. Кейін ыстық су құямыз. Су ыстық болу керек, бірақ қайнап тұрған емес. Судың ең жоғарғы деңгейі резервуардың ортасындағы шпуляның шетіне дейін. Міндетті түрде мөлдір бактан сепараторды алып тастаймыз. Ылғалды тазалауға ол қажет емес. Көбікті алдын алу үшін мөлдір бакқа пеногаситель тамызамыз. Сондай-ақ пластик себеттегі резеңке қақпақтарды алып тастаймыз. Кішкентай шлангты қосу үшін шаңсорғышты дұрыс құрастыру керек. Дұрыс жинау маңызды. Қосқыш батырмалар байпас және ойық бір сызықта болу тиіс. ХП сүзгісі тұтас бак және аттың тағасы тәрізді ойық бір сызықта сәйкес келуі қажет. Қысқа шлангты төменгі резервуар мен шаңсорғыштың жоғарғы бөлігіне қосамыз. Ылғалды тазалауға арналған аксессуарларды дайындаймыз. Плюс пен люкс үлгілерінде шланг бірдей, айырмашылығы тек байпаста. Люкс металл плюс пластик. Шлангты байпасқа бекітеміз. Жұмсақ жиһазды жуу үшін кішкентай мөлдір саптаманы қолданамыз. Оны тікелей шлангтың тұтқасына қоямыз. Кілемдер мен қатты беттер үшін үлкен мөлдір саптама. Егер кілем жуатын болсақ, резеңке қойылмайды. Еден болса, резеңке салынады және ұзартқыш түтіктер қосылады. Осы бейне нұсқада Hydra-Rain Plus пен Hydra-Rain Lux'тың саптамаларында айырмашылығын көрсеңіз болады. Шаңсорғыш толық дайын болғанда памп батырмасын басамыз. Насосты қосамыз. Тұтқадағы ілгекті басқанда бүркі жүреді, жібергенде бүркі тоқтайды. Ұзақ бүркі үшін ілгекті бекітеміз. Шаңсорғышты қосып тазалауды бастаймыз. Памп батырмасын басып, ылғалды тазалауды көрсетеміз. Ал енді шашылған суды қалай жинау керектігін көрсетеміз. Ылғалды тазалау аяқталған соң насосты өшіреміз, қысымды түсіреміз, шлангты ажыратамыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.